Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен скотчтан қалған қалдықты қалай тез кетіру жолын көрсетемін. Көріп тұрғандарыңыздай, ұзақ уақыттан бері тұрған қалдық. Бұны кетіру үшін бізге қарапайым сұйық май, кез келген үйде бар. Майды ыдысқа құйып, губкамыздың қатты жағын малып аламыз да, ізді, яғни скотчтан қалған ізді ысқалап сүртеміз. Бұл жерде бізде ешқандай күштің керегі жоқ. Сұйық май қалған желімнің орнын тез әрі оңай кетіреді. Бұл әдісті бүкіл жерге қолдануға болады, яғни шкафтарға, терезеде қалған іздерге, есікте қалған іздерге, темірде, кез келген қалдықтың орнын осы әдіспен қолдансаңыздар оңай кетеді. Бір ісіңізді жеңіл еткен болсам, өте қуаныштымын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Жаңа видеоны өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.